Назия Жоямергенқызы, түркі тілді журналистер қорының президенті, Қазақстандағы әйел журналистер клубының жетекшісі, сонымен қатар Германия, Британия, Қазақстан құрған World Foreign Press Association дейді, дүниежүзілік шетелдік баспасөз ассоциациясының президенті. Бұны айтып отырған себебім, осы құрылымдардың бәрі Қазақстандағы қазақ журналистердің кәсіби білігін арттыруға қызмет етеді. Түркі тілді журналистер қоры 10 жыл бұрын құрылды, 11 қараша 2014-те, биыл 10 жылы. Халық банкпен бүгін біз арнайы жобаны бастадық. Іскерлік журналистика, қаржылық сауаттылық жобасы түркі тілді журналистер қорының Халық банкпен бірге өткізіп отырған қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған бағдарламасы жобасы. Бұның басты мақсаты біз 6 қала бойынша Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Түркістан және Ақтау. Осы 6 қалада қазақ журналистердің қаржылық сауатын аша отырып, қазақ қоғамын дамытуға бастайтын жоба. Жоба шеңберінде қазақ журналистер интернет алаяқтық, оның алдын алу жолдары, жалпы қаржылық алаяқтықтың түрлері қандай, қалай сақтануға болады, интернет фишинг деген бар, солардың бәрін үйренді. Сонымен қатар жасанды интеллектті журналистикада қалай пайдалануға болады. ChatGPT-ден бастап Gemini'ңіз бар, басқа жобалар бар, жасанды интеллект бар. Және әлеуметтік желілерді дамыту, мысалы YouTube канал. Қазір монетизация мәселесі, бос ниша таңдау, сонымен қатар монетизация, жалпы визуализация, аудио, видео монтаж, осының бәрін бір күнде біз 6 қала бойынша үйрететін боламыз. Түркі тілді журналистер қоры 11-12 қарашада 2024 жылы 4-ші рет 4-ші халықаралық түркі тілді журналистер медиа форумын өткізді. Оған Европа елдері, Германия, Британия, Бельгия және Түркия, Әзербайжан, Орталық Азия, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан бүкіл облыс аймақтарынан журналистер келді. Осы жоба шеңберінде, медиа форум шеңберінде біз Халық банкпен бірге 8 жылдан бері өткізіп келе жатқан еркін сөз байқауының жеңімпаздарын марапаттадық. Еркін сөз жобасы бұл Халық банкпен 2017 жылдан бері өткізіп келе жатқан Қазақстандағы жалғыз байқау, қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған 2 миллион сыйақы қоры бар. Бұйыртса келесі жылы сыйақы қоры тағы да өседі. Және осы биыл бастаған іскерлік журналистика, қаржылық сауаттылық тақырыбындағы семинар, тренингтер 6 қала емес, басқа қалаларда қамтитын болады. Басты мақсатымыз қазақ журналистердің кәсіби білігін арттыру және оларды дамыту. 5-ші түркі тілді журналистер медиа форумы Бельгияда келісіп келдік, Брюссель қаласында өтетін болды. Сонымен қатар біз халықаралық жобаларымыз шет елдегі және Қазақстандағы жалғаса береді.